Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Күндеріңізге сәттілік. Бүгін бізде алла бұйыртса палау жасайтын боламыз. Палаудың барлық заттарын дайындап алдым. Етімді қуырып жатырмын, пиязымды турадым, сәбізімді де турап жатырмын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп, кішкене қалың жұқа, қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа деңгейде қылып турап жатырмын. Осылай тездетіп турап жатырмын. Уже түскі астың уақыты болды. Бізде деген бүгін 41 градус. 41 дегенмен 45-50-ге барады. Тем более біздің Жетісайда. Ал ыстық күнде кондерді қоссаң да әсер етпейді. Мінекей біздегі бүгін лазер күріші өте жақсы, өте дәмді күріш. Мінекей жақсылап қуырылып алған етімді, пиязымды, сәбізімнің үстіне көз мөлшерімен су құямын. 2 рет жуылып, кішкене суда тұрған лазер күрішімді қайнап тұрған судың үстіне саламын. Сонымен кішкене былай жайып алып, крышкасын жауып, кішкене су тартылғанша қазанға жібереміз. Бір тегіс етіп жайып аламын. Мінекей су тартылды. Беткі күріштерін ары бері астын үстіне ауыстырып аламыз. Күріштің барлығы піссін деген ниетпен мінекей қатты сәбізін шығарып жібермейміз. Мінекей камера буланып кетті. Мінекей арадан 20 минутқа бұқтырдық күрішті. Одан кейінгі біздің піскен палауымыз мінекей көрсеңіздер болады. Түрінің өзі өте әдемі болып тұр. Бізге ас болсын. Ал сау болыңыздар.